Қазақстан территориясы жаңағы Қырғыз елі мен Қытай елімен шекаралас аумақтары егер облысқа бөлетін болсақ, Алматы, Жетісу, Шығыс Қазақстан, Түркістан облысы, Қызылорда облысы сейсмикалық қауіпті аймаққа жатады. Осы аймақтарда өнеркәсіптің 40% шоғырланған екен. Сонысымен де қауіпті. Көбінесе жер сілкінісі Қытайдың немесе Қырғыздың шекарасында болады, бірақ ол Қазақстанда сезіледі. Сонысымен де қауіпті. Негізі осылардың ішіндегі ең қауіптісі осы Алматы қаласы, Алматы маңы облысы екен. Алматы қаласы, Алматы маңында соңғы жер сілкінісі, ірі жер сілкіністер. Ол дүниежүзілік каталогына кірген 2 жер сілкінісі бар. Біреуі Верный қаласында болған 1885 жылғы ірі жер сілкінісі, Алматы қаласы түгелімен қираған. Содан кейін 1911 жылғы Кеменский землетрясение дейді. Сол жылдарда көп қираған. Соларды есептей арқылы, соларды зерттей арқылы біз осы Алматыда 7-9 балдық жер сілкінісі болуы мүмкін деген болжамға келіп отырмыз. Сосын геологиялық процесс деген ол өте баяу, өте асықпай жүретін процесс, и сол процесстің қайталануы бір 100 немесе 120 жылда қайталанып болуы мүмкін деген болжам жасап, біз осы жақын жылдарда осы Алматы қаласында ірі жер сілкінісі болып қалуы деген болжам айтқанбыз. Бірақ неге қуанышымызға қарай ма, кейінгі кезде Алматыда көп жер сілкінді, өте көп. Оның бәрін халық сезе бермейді. Мысалы 8.000-ға жоқ, мысалы соңғы 5 жылда ғой, 8.000-ға жоқ, 8.000-нан аса да жер сілкінді. Оның 66-сын ғана халық сезе алды. Аппаратураларымыз тіркейді. Солар тіркегендіктен біз бәрін көріп отырамыз жағдайды. Және сол кішкентай жер сілкіністері жердегі жер асты қабатындағы энергияның жиналып қалмай, ақырындап шығып отыруына бірден бір себепті. Сол өте дұрыс біздің мамандардың ойынша, себебі ұзақ уақыт жердің астында жаңағы энергияның жиналып қалуы, соның сонша қанша энергия жиналды, сонша күшпен жерге шығуы, сол жер сілкінісінің күші болып саналады. Біз Алматы қаласында орналасқандықтан, осы Алматы қаласын бақылап отырғандықтан, тек Алматы қаласына ғана болжам бере аламыз. Біздің мәліметтер бойынша жылдың басында беріледі, орта мерзімді деп айтылады, орта мерзімді болжау. Осы жылдың соңына дейін магнитудасы 5-5 болады, немесе одан жоғары жер сілкінісі болмайды деп. Бізде төтенше жағдайлар департаменті бар. Соларда арнайы қала бойынша сейсмикалық қауіпті деген аймақтардың схемасы бар. Мысалы, сол жерлерді білуге тырысу керек. Жер сілкінген уақытта біз қайда барып жиналамыз, мысалы, қайда баруға болады, қай жер қауіпсіз деген. Сол схеманы білсе, содан кейін жер сілкінген кезде өте аз мөлшер беріледі, негізі бірнеше минут, бірнеше секунд қана. Сол кезде этажы көп қабатты үйдегілер қашып шығып құтылмайды. Тек 2-ші этажға дейін түсіп үлгереді, 3-тен жоғары олар әр қашан өзінің үйінде белгілі бір қауіпсіз жерлерді белгілеп жүру керек. Және сол жерге қалай қорғану керек, мысалы, балаларына үйретсе, өзі де соған дайын болса, жаңағы сөмке дейді, қол сөмкесі, ішіне ең қажетті жаңағы, егер жер сілкінген жағдайда, сен мысалы жаңағы ненің астында қалғанда саған не керек болуы мүмкін. Сондай нәрселерді дайындап отырса, құжаттары болса, енді оның бәрі айтылып жатқан шаралар, бірақ енді дәл осындай жағдай болған кезде ондайды, конечно, ұстау өте қиын. Мысалы, Турциядағы жер сілкінген кезде таңғы 4-те бәрі шатқи құлда жатады, ол сөмке қайда қалғанын білмейді. Мысалы,
баланы қайда қалғанын білмей, сол көп адам шығыны көбінесе сондай жағдайда болады. Сейсмология институты зерттеумен алысқандықтан біз мынандай карталарды дайындаймыз. Бұл карта қай жерде қандай күшпен болуы мүмкін деген. Осы картаны мынау мысалы бүкіл Қазақстандікі, енді біз кірісіп жатырмыз, әр облыстікін жеке-жеке жасап берсек деп. Осы картаны негізге ала отырып құрылысшылардың құрылыс нормасы деген кітапша болады кәдімгі. Сол жерде қарастырылады, қай жерде қандай болуы мүмкін жер сілкінісі, онда қандай құрылыс материалдарын қолдану керек, соның бәрі толығымен жазылған. Әрбір құрылысшы, құрылыс компаниялары міндетті түрде сол жаңағы нормативтік документ дейді ғой, сол бойынша құрылыс салу керек. Енді кешегі Түркиядағы жағдайда сол екі қателік жіберген. Біріншіден болжамға мән бермеген, екіншіден құрылыстары алдымен өте ескі қала болғасында шығар, енді ол ешкімді кінәлай алмайсың, толық разрушение болды. Және екіншісі мына сапасыз үйлердің кесірінен көп адам шығамын. Енді ол сұрақ құрылысшыларға қойылады. Құрылысшылардан талап ету керек. Мысалы Алматыда арнайы директивті органдар бар, соларға жауап беретін, солардан сұрау керек, неге қадағаланбады деген сияқты. Ол жағына біз жауап бере алмаймыз.